бәріне сәлем, сендермен бірге мен Малика. Менің каналыма қош келдіңіздер. Және де мен 12-ші сыныпты бітірдім. Оған өзім де сене алмай отырмын. Жалпы біз 4 мамырдан 14 мамырға дейін қазақ әлемдегі Қазақстан, математика, қазақ тілі және де химия, биология сияқты профильді пәндерден экзамендер тапсырған болатынбыз. Әрине де олар қиындау өтті. Көп уақыт біз онлайн оқығандықтан көп деген ақпаратты біз қайтадан оқып, қайтадан қарап, оны қайталауға көп уақыт керек болды, көп энергия керек болды. Сондықтан бұл челлендж болды біз үшін. Химия мен биологияның қиын тақырыптар келеді деп ойладық. Сондықтан көпшілігі химиядан өте қиын реакцияларды, механизмдерді жаттап әлек болды. Ал биологиядан болса өте күрделі тақырыптарды, анатомияны және де одағы үрдістерді жаттап түсіндік. Алайда экзаменнің өзінде бетті ашамыз, ол тақырыптардың ешбірі де келмеді. Қиын механизмдер, қиын үрдістер қажетті болмады. Бірақ қалай айтса болады, өзім білетін, бірақ аса мән беріп, оны түсіндіріп жатпаған тақырыптар келіп қалды. Әрине де бұл біздің және де менің көңілімді түсіріп жіберді. Жарайды, бірақ ең қиын сәттер, ең қиын уақыт өтіп кетті. Енді тек қана экзамендердің результаттарын күту ғана қалды. Сонымен Назарбаев зияткерлік мектебіне қалай түстім? Негізі менің нишқа түсу оқиғам бірталай қызық, себебі мен 7-ші сыныптың басынан бастап оқымадым, ал резервке түскендіктен 7-ші сыныптың 3-ші тоқсанынан бастап қана нишқа келдім. Оның алдында мен ауылдық мектепте оқып жүрдім, және экзаменге, нишқа түсуге документтер тапсыру керек болғанда, біз дәл менің туған күннің алдында осы документ қабылдаудың соңғы күнде келіп тапсырдық. Одан кейін мен күн сайын емес, бірақ аптасына 1-2 рет қалаға ағылшын тілі курстарына барып жүрген. Қызығы ол, мен нишқа түсу экзаменде биология болады деп ойлағанмын. Қайдан алғанымызды білмеймін, бірақ биология болатынына 100%-ға сенімді болдым. Сондықтан мен осы қыс бойы негізінде биологияға және математикаға дайындалып жүрмін, бірақ математикаға олай қатты көңіл бөлмедім. Сөйтіп біз экзамен тапсыруға бір күн қалғанда қалаға туыстарымызға келдік, және де мен биология кітабын алып, басынан аяғына дейін оқып, дайындалып әлек болдым. Экзаменге келемін, қараймын, биология жоқ, математика. Бұл мен үшін бір тосын сый болды. Қатты сасып, не болғанын ұқпай қалдым. Сөйтіп, бірақ әйтеуір жазып шықтық 2 күнді де. Және де мен логика, яғни пространственное мышление болатынын да білмедім. Себебі мен оның алдында ешқандай нишқа дайындайтын курстарға, сонымен қатар летняя школа дейді, жаздық мектепке де бармағанмын. Сондықтан экзамен туралы вообще ниш жайлы өте аз білгенмін. Бірақ сөйтіп резервке болсын да түсіп, одан кейін қазір міне 12-ші сыныпты да бітіріп отырмын. Ал мен резервке түскенімді білгенде, яғни мектепке түспегенімді, кішкене өзіме ренжулі болып жүрдім, бірақ барлығы ұмытылып кетті. Өзімнің сол баяғы ауылдық мектебінде 7-ші сыныпты оқып жүрдім. Одан кейін бір күні қыста бізге звондайды, яғни Малика, ништа жаңа 7-ші сынып ашылады, яғни резервтен балалар жиналады, сонда түстін деп. Мен негізінде әрине қуандым, бірақ білмеймін, қатты прям вау, мә деген прям реакция болған жоқ менде, білмеймін неге. Одан кейін мектепке, жаңа, ешкімді білмейтін, ешкімді танымайтын мектепке кіремін. Бізді отырғызады, таныстырады әрине де бір-бірімізбен, куратормен.
барлығы жаңа болып көрінеді. Әрине кішкене ішімізде қорқыныш, қобалжу да бар. Енді басқа сыныптардың арасында ұятқа қалмай дұрыстап үйреніп алу керек, осы жерде оқып, жақсы оқу керек. Одан кейін мектепте адасып қалмайық деп ойладық. Сөйтіп жүріп, негізінде біз келдік. Одан кейін енді шаңырақ деген бар ғой нешта, 2 сынып бірге бір шаңырақта болады. Сонда мен ойлағанмын, бізге бір кішкене үлкенірек экспириенс сыныпты береді деп, бізді үйрету үшін, білмеймін, қолдап жүру үшін. Алайда қызығы бізге өзімізден де кішкентай 6 сыныпты береді. Мен бұл жерде олардың логикаларын түсінбедім. Сөйтіп жүріп өзіміз нешта тіршілік еттік, выживать еттік. Басында әрине де қиын болды, кішкене үйреншікті емес болып, барлығы жат көрінді. Әсіресе мен үшін, себебі мен онда вообще ешкімді таныған жоқпын. Оқушылардан, мен сыныбымда, мен мектебінен ешкім болмады. Әрине де менің мектебімнен басқа бала түскен екен, бірақ ол басқа сыныпта болды және біз араласпадық. Солай, бірақ 8 сыныпта уже жақсы достар табылып, сыныптың ішінде біз өте жақсы араласып кеттік. Сөйтіп жүргенде, бірақ бізде бәрібір мектепте, яғни біздің параллель арасында, әсіресе 7 сыныпта, 8 сыныпта бір басқа сыныптармен қалай айтса болады, бәсеке болды, және де мектептегі мұғалімдердің кейбіреуінен де бір дискриминация деген сияқты ма көрінді, немесе маған мүмкін солай показалось, но біз жаңа келгенде олар прям басқа сыныптардың бізден күштірек екенін айтып көрсетпекші болды. Әрине біздің жынымызға ол тиді. Көпшілік балалар олимпиадаға да қатысқан жоқ, себебі оларға уже поздно деді. Мен осы 7-ші G сыныбына келгенде дәл осы балалармен бір сынып болғаныма өте қуаныштымын, және де оларға да мектепке де алғысым шексіз. Біз осы жылдар арасында, жылдар ішінде өте тату, керемет сынып болып кеттік. Өкінішке орай, әрине де 10-шы сыныпта бізді пәндер бойынша сыныптарға араластырып бөліп тастады. Бірақ бәрібір оған қарамастан біз әлі күнге дейін араласып, сөйлесіп тұрамыз. Және де өте жақсы достармыз. Қазіргі, яғни жаңа 13-тан 12 сыныпқа дейін жаңа болған сыныбымыз да өте керемет. Бұл балалар да жақсы, және де осы сыныптарды ауыстыру, бір достар табуға, жаңа таныс табуға өте жақсы бір мүмкіндік болды деген ойдамын. Және де нишқа алғысым шексіз, себебі бұл жердегі атмосфера, оқушылар барлығы мен үшін ерекше. Осы жерде мен тек оқушы ретінде ғана емес, бірақ адам ретінде де өстім, яғни тек қана білім, ақыл, яғни академиялық білім ғана алмай, бірақ көптеген өте маңызды soft skills дейді ғой, солардың барлығын үйрендім. Бір жерден жай ғана отырып, одан кейін все флешмоб дайындандар десе, соны дайындап, организовать етіп, одан кейін немесе проекттер, жобалар жасап, басқа адамдармен, басқа оқушылармен бірге командада жұмыс істеуді үйрендім. Менде көптеген тағы да басқа қасиеттерге ие болдым. Соның барлығына мұғалімдерге, әсіресе кураторларға және де балаларға, достарыма үлкен рахмет айтамын. Әрине де бір жерде плюстар мен минустар да болады, және де мүмкін келесі видеода мен ништа оқудың, яғни ништың кемшіліктері мен артықшылықтары туралы түсіремін. Сол қалай қызық бола ма? Ал ендеше сау болыңдар, және де
осы экзамен, нишке экзаменді тапсырып жатқан немесе тапсырып болған балаларға сендер молодецсіңдер, кереметсіңдер және ешқа түседі деген үміттемін сендерді. Сау болыңдар.